Екінші сыныптың әдебиеттік оқу кітабы, 1-ші бөлім. Чекесіне жазылып тұр, Жеңіс Серік болсын. Енді тапсырма міне. 56-шы беттегі тапсырма. Қолғанат. Бұл жерде мазмұндап беру керек екен. Мынандай. Мәжит Сейфуллиннің жазған қысқаша әңгімесі. Соны қазір Секош Серік болсын мазмұндап береді. Сәкен үй шаруасына ұқыпты болады. Сәкен істі басын мұнтаздай қылады. Сәкен бәрімізден бұрын ерте оянып, үй шаруасына көмектеседі. Біз тұрғанда есіктің алдында жүреді. Сөйтіп, біз мөлдір бұлақтың басына барып жуынамыз. Ең әуелі Рахима, Халима, Сәлималарды жуындырып, шаштарын өреді. Біздің күндегі әдетіміз сол. Сөйтіп, қаз қатардай тізіліп тұрып, ауылға қарай жүреміз. Үйге келгенде анам Рахима, Халима, Сәлималарды ақ қаздарым деп сүйеді. Ал Сәкен әкесіне қолғанатым деп маңдайынан сүйеді де, Рахима, Халима, Сәлималар тамаққа отырады. Бәрекелді.